Спортқа құмар жандарға ұсынамыз бұл үйді Sport City нысаны чемпиондар әлемі. Достар, бүгін біз сіздерге атауы ерекше Sport City деген нысанға шолу түсіретін боламыз. Бәріміз бірге барып тамашалайық. Армысыздар, қымбат нұрсұлтандықтар. Нұрсұлтан қаласынан баспана алуды жоспарлап жүрген барша қазақстандықтар. Бүгін біз сіздерге Sport City кешеніне шолу жасайтын боламыз. Sport City кешені Тұран даңғылының бойында Magnum дүкеніне қарама-қарсы орналасқан. Неге Sport City дейтін болсаңыздар, жақын арада Сарыарқа, Астана, Барыс Арена спорт кешендері орналасқан. Енді дәл осы кешеннің қандай материалдардан соғылғанын білу үшін сіздермен әрмен баруды сұранамын. Кеттік. Достар, құрылыс материалына келетін болсақ, яғни қабырғаларын көтеру барысында қызыл кірпіш қолданылады. Қызыл кірпіш, одан кейін эковер жылыту материалы, одан кейін каменная вата қолданылады. Осының бәрі тығыздалып, сыртынан мынандай облицовочный кірпіш жүреді. Яғни барлығын қосқан кездеріңізде сіздердің үйлеріңізде өте жылы қыстың күні және жаздың күні өте салқын болады деп ойлаймыз. Өйткені осының бәрі қосымша 71 сантиметр береді. Ендеше құрылыс алаңына барып, жұмыс барысын тамашалайық, достар. Достар, тұрғын үй кешені 2 блоктан тұрады. Дәл осы Sport City кешенінен сіздер 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі, 4 бөлмелі пәтерлер сатып алсаңыздар болады. 9 қабаттан тұрады. Бірінші қабаты жеке кәсіпкерлерге қарастырылған. Ендеше барып құрылыс жұмыстарын тамашалайық. Кеттік. Достар, қазір біз 2-ші блоктың ойын алаңында тұрмыз. Бұл жерде ойын алаңы 4 метрге жерден көтеріңкі. Себебі астымызда паркинг бар, оң жағымызда бизнес-центр, сол жағымызда 1-ші блок. 1-ші блоктың ойын алаңы 2-ші блоктың ойын алаңына қарағанда 4 метр төмен, себебі ол жерде паркинг қарастырылмаған. Ендеше бәріміз барып пәтерлерді тамашалайық. Жүріңіздер. Достар, Sport City тұрғын үй кешенінің қабатын сіздерді тамашалауға шақырамыз. Дәл осы қабатта қазір сіздермен көретін 4 пәтер бар. Кейбір қабаттарда 6 пәтерден тұрады. Ендеше біз көретін қабат 2 жағында 3 бөлмелі пәтер, артымызда 2 бөлмелі пәтерлерден. 3 бөлмелі пәтерді тамашалауға сіздер шақырам. Жүріңіздер. Мінекей, мынау 3 бөлмелі пәтеріміздің кіреберісі, мыняқта электрик щиток деп атаймыз. Осы үйді соғушы тарап сіздерге электр құрылғыларын тек қана осы жерге дейін жүргізіп береді. Ары қарай толықтай үй бойынша тарату ол сіздердің жұмыстарыңыз. Мынау бізде былайша айтқан кезде үлкен бөлмелеріміздің бірі. Sport City'ді соғушы тарап сіздерге нені дайындап береді? Жерін толықтай әлі тегістелінетін болады, қабырғаларын толықтай әдемілеп жүргізіп тегістеп өтетін болады, және де мына жерге жылыту батареяларын орнататын болады. Пластик панорамды терезелері орнатылған, өзіңіздің осындай балконыңыз болады. Балконнан ойын алаңына тікелей көрініс, ойын алаңында жүрген бала-шағаңызды бақылап отырсаңыздар болады. Жер тегістелген, қабырғалар тегістелген. Егер сіздерге қандай да бір жер ұнамай отырған болса, біз сіздерге ескерте кетейік. Бұл үй бойынша құрылыс жұмыстары әлі жүргізілуде. Барып, басқа да бөлмелерін көрейік. Мынау 2-ші бөлме. Жер тегістелген, қабырғалары тегістелген, әлі де қосымша жұмыстар жүргізілетін болады, толықтай тегістелу бойынша. Айта кететін жайт, мына жерлерге жылыту батареялары әлі де орнатылады. Электр тоқтары жүргізілмеген, бағанағы Sport City тарапынан жүргізілмейді, оны толық өздеріңіз жүргізіп аласыздар. Мұнда 2 санузел қарастырылған, мынау 1-шісі. Мұнда 2-шісі. Мұнда сіздердің 3-ші бөлмелеріңіз болады. Жер тегістелген, қабырғалар тегістелген. Бұл жерде жылыту батареялар тұрады. Енді ас үйін қарайық. Мінекей сіздердің ас үйлеріңіз. Жері тегістелген, қабырғалар тегістелген, қосымша тегістеледі. Тікелей балалар ойын алаңына сізде көрініс болады.
Ендеше рұқсат етсеңіздер, 2 бөлмелі пәтерді барып бәріміз тамашалайық. Ал құрметті достар, келіңіздер 2 бөлмелі пәтерді көрейік. Мынау біздің бірінші бөлмеміз. Бағанағы 3 бөлмелі пәтерге жалпы бұның ремонты бәрі ұқсас болып келеді. Жері тегістелген, қабырғалары тегістелген. Мына жерде жылыту батареялар тұратын болады. Екінші бөлмеміз бәрі тегістелген. Бір айырмашылығы, мұнда лоджияға шығу мүмкіндігі қарастырылған. Мынау сіздердің электрощитоктарыңыз, мынау санузел, ванна, бәрі бірге. Мынау ас бөлме. Ас бөлмесінен тікелей лоджияға шығу мүмкіншілігі бар. Ендеше достар, бәріміз шығып, осы тұрғын үй кешенін жоғарыдан көріп тамашаласақ. Кеттік, жүріңіздер. Достар, Спорт Сити тұрғын үй кешенінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сол жеңілдікті алу үшін Спорт Сити тұрғын үй кешенінің сауда бөліміне келуіңіз қажет. Жеңілдік уақыты шектеулі. Тезірек келіңіздер. Әр қазақстандық баспаналы болсын.